Ал балалар, бүгін 16 наурыз мәдениетіміз бен салт дәстүрімізді сақтайтын күн екен. Наурыз мейрамы екен. Наурыз мейрамында қандай көже пісіріледі? Наурыз көже пісіріледі. Наурыз көжеге не қосылады? Жеті түрлі нәрсе қосылады. Айран, сүт, ет, қамыр, бидай, тұз, су барлығы қосылады екен. Наурыз туралы кім тақпақ біледі? Кім айтады? Айтады ғой. Ой, керемет, көжеден дәм татады екенбіз. Ал енді мына бүгінгі жешелердің дайындаған наурыз көжесінен ауыз тиейік. Ал қияғы келінжан көжеден дәм татайық. Ал балалар, біз қандай салт дәстүрлерімізді білеміз? Тағы? Бесікке салу, пілашар, тұсау кесер, сүндет той. Ой, керемет. Ал ендеше балалар, біз қазір бесікке салу салт дәстүрімізге бастаймыз. Бесікке салу салт дәстүрімізге бастаймыз. Алдымен бесікке салмақ болып, бәле-шаладан сақтасын деп біз бұны аластап аламыз. Алас, бәле-шаладан алас, түлкөзден алас, алас, түлкөзден алас, бәле-шаладан алас, аман дені сау болсын. Ал енді қызымыз, баламыз әдемі сұлу болсын деп айна тарақ қоямыз да, ары бері оңға ма оңға, солға ма солға деп айна тарағымызды жасап аламыз. Баламыз әдем болсын, баламыз сұлу болсын, баламыз тәртіпті болсын деп аластап аламыз. Шытыма таратамыз. Ал шытыма таратамыз. Алдымен ұл балаға таратайық. Ұлды болсын, артынан ұлды қызды ере берсін деп шытыма таратамыз. Шытыма түсті. Олма шытыма балаға. Шытыма. Ана оны шытып. Барға дәрттен алдындағы шытыма. Ой, молодец. Ал енді келінжан әкеле қой баламды. Файт. Бесік баланың оң жағына бесікке саламыз. Ал енді бесік жырын айтайық. Әлдей өбешім, көктай қойшы көкешім, тілік шағып келейін, тілігінің майы жоқ, сүтке тағып берейін. Болды, баламыз, бесікке жатқан баланың ұйқысы тыныш болады, аяғы түзу болады, ешқашанда ауырмайды. Бала болды өседі. Өсе беріңіздер. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Осы үйде той болсын. Мынау нәрестеміздің бауы берік болсын. Артынан ере берсін, дені сау болсын, азамат болсын.